Ма әлі ренжіп отырсың ба Сикош? Білмей қалдық қой, былай болады деп ойлаған жоқпыз. Я былай тұршы, родной. Көріп тұрсың ғой, тазалап жатырмын. Кешіре қойшы бізде, не болды сонша көтің тырыстырып? Жоқ, ренжімеймін, родной. Бірақ басым жестко ауырып тұршы. Ай, бля, әлі тырысып отырсың ғой Сикош, бля, қойсай ондайыңды. Жоқ, просто басым жестко ауырып отыр бар ғой. Бля, Сикош, алдап отырсың ғой сен, бля, жай ұрдың ғой мен негізі. Бас саған, басымнан пиздец ұрдың ғой, блядь, нахуй. Өрлен нахуй, пиздец аферистсің ғой сені. Кедергі жасамашы, родной, жұмысыма, бля, көріп тұрсың ғой, басым итаксың тұр, бля, шешес. Бірақ родной ана кеше мүштәлай бар ғой, жаман айтты бар ғой. Айтшы, айта берсін, маған похуй. Төбелеспейсің ба не сонда? Жаңылде ғана маған травма сыйладың ғой, басым ауырттың ғой, білесің ба? Қай төбелесем мен? Итак қолым бос емес, жұмыс істеп жатырмын. Бірақ анау сенің шешеңнен кетті ғой, білесің ба оны? Қой анау менің шешемнен кетті ма не? Жаман айтты ғой, Сикош, естімедің ба не? Ай, блядь, шатыртай отыр, родной, блядь, нахуй, кутын айрамға, блядь, нахуй. Мана, өрлен, тоқта, Сикош. Мама, это святое, блядь, кутын айрамға.